бүгін міне біздің сұхбат айдарымызда Сүлейменов Уахит ағамыз. Уахит аға, сіз өзіңіздің қысқаша өмір баяңызға тоқталып өтсеңіз, қай жерде дүниеге келдіңіз, білім алдыңыз, еңбек жолыңызды қайдан бастадыңыз, осыдан бастасақ. Содан міне қазір зейнеткер болып отыр. Немерелерім бар, 7 немерелерім бар, 7 балаларым бар. Қазір осы Целиноград ауданының акиматында охранник болып істеп жатырмын. Әкімдікте күзетші болып жүрсіз ғой, иә? Енді Уахит аға, өзіңіз мына білім алған жеріңіз қай жерде білім алдыңыз? Яғни сіз мал дәрігерлігінен алып шықтыңыз ғой, иә? Иә. Енді сіздің мына жан-жақты жас кезіңізде, өнеріңізде, спорт саласында талай өзіңіз жүлделі орындар алған екенсіз. Міне өзімізді көріп отырмыз. Осы алған медальдарыңыз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, яғни алғашқы осы спорт жолын қай уақытта бастадыңыз? Спорт жолда бала кезден айланыстым. Мектепте айланыстым жүрдім, әскерде. Сосын келе студент болған, қатынасып жүрдім район облыстарда. Ертеңге дейін 2019 жылға дейін қатынасып жүрдім. Кейде ветерандар да қатынастық, жастар арасында да. Сол денсаулықтың арқасында жүріп отырмыз. Мына алған медальдарыңыздың бір-екеуін айтып өтіңізші. Қай жерден алдыңыз, қандай елдерден? Облыстық бар, ол кезде Көкшетау облысы. Одан қалғандар районнан, әр районнан ғой енді. Қызылту районы бар, басқа райондар бар, Ақжар райондары. Көп жерлерге барып жүрдік. Шәкірттерді дайындадыңыз да? Иә, гир балаларды дайындадық. Гір көтерудің, иә? Иә, бір-екі болды, чемпион районы болды. Олар қазір ауылда пограничник жұмыс істейді, әскер өтіп келді. 2-3 бала дайындадым кейсіз болсын. Облысқа да бар, районға да бар. Сіздің түлектеріңіз өзі мақтаныш дейсіз ғой сіз үшін? Иә, қазір әскерін өтіп келді. Ауылымызда погранзаставада пограничник болсын. Тамаша, міне. Уахит аға, өзіңіздің тәрбиелеген шәкірттеріңіз өзі жүлделі орындар алып, міне осындай биік қызметтерде жұмыс атқарып жүр екен. Жалпы мына және өзіңіз айтып өткендей гір көтерудің осының әдіс тәсілдерін бәрін меңгеру керек қой, иә? Иә. Кажгабий Дамир деген бар ешек, әскерден келді, қазір ауылда погранзаставада пограничник. Идиатов Данис деген болды. Тағы бір-екі жігіттер болды енді. Өздері хабары барлар жігіттер. Районға да барды, талай-талай. Күресті де, ерде көтерді, облысқа да барды, мектепте оқиды. Солар қазір әр салада жұмыс істейді. Әр салада. Әскерлерді өтіп келді міндетті. Жақсы, тамаша, міне. Уахит ағамыздың шәкірттері өзі талай биіктер бағындырған екен. Тамаша, міне. Енді Уахит Қойшыбайұлы ағамыз және өзіміз спорт саласындағы өзінің туып өскен жерлерінде талай шәкірттер тәрбиелеген бір қыр танысақ, екінші қыр аға, сіздің өнердегі жақсы бір қырыңыз бар екен. Қазақтың қасиетті қара домбырасын қолға алып отырсыз. Осы қара домбыраны қай уақыттан бастап үйрендіңіз және қай жерлерде өнер көрсеттіңіз? Бұл домбыраны енді бала кезден үйрендім, ағам үйретті, ағам. Қазір ол 70-тен асып кетті. Одан кейін мектепке бардық, мектепті үйрендік. Домбыраның кружок дейді ғой. Домбыра үйірмесінде. Одан студент болған шағымызда жігіттермен тартып, район облыстарға қатынасып жүрдік. Мына сізге көрсеттім, лауреат дипломы. Жаңарқан жігіттері, Ермекбай Абдибеков, Сәрсен Мүшмағали деген, Үсенов Жалғап деген. Сосын мұнда қазір Ақмолда тұрады. Канапин Серік деген, осы Ақмол мектебінде мұғалім. Алла жарылы Серік. Бірге тартып, бәріміз осында Целиноградта лауреат болғанбыз, триодан бір естіп, сонда қатынастық. Райондық смотр, облыстық смотр. Жақсы жолдастармен үйреніп, тартып, үйрендік.
талай жерде өнер көрсөткөн жан иә экенсиз. қатынасты ауылда жүрген қатынасып жүрдік. Наурыздарда ана 20 лет ассамблея Қазақстан болды. Қырғыз киімін киіп, қырғыз өлең айтқанбыз. Әкімімізді алып барып, Сапуов, Серік Сапуов деген. Сондай біраз нелерге қатынастым. Міне Уақит ағамыз 8 қырлы бір сырлы жан. Спортта да, өнерде де он саусағынан өнер тамған ағамыз. Енді қазақты әудемейтін қазақ жоқ. Енді біздің сізден сұрарымыз өскелең ұрпаққа өнеге болсын осындай ағаларымыз. Осы сіз сияқты ағаларымыз аман есен болсын. Қазақтың қара домбырасын қашанда төрінде ұстап келе жатқан Уақит аға, сізден бір тамаша бір ән сұрасақ. Енді бір ән орындап берейін. Сөзі Ибрагим Имашев, әні Құралай Сақмағамбетов, ауылға барам деген ән. О, тамаша. Бәріміз ауылдан шыққанбыз ғой. Тамаша. Ауылды еске алғанды айтып отырамыз. Ауыл қазақтың түп қазығы, тамыры. Олай болса міне ағамыздың ауылым атты әнін қабыл алыңыздар. Ауылға туған жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім менің ел жерем. Өй деген. Ауылдың суы, ауылдың уы аңсатты, кебен тірліктің дүрден шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта, әңқылдай толар, қарамай толар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шәрбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шәрбаққа. Бармасқа елге болмайды, тынысым қашам, тіреймін елге маңдайды. Өй деген. Ет жақындардан аттанып кеткен келмеске, көз көргендерден азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта, әңқылдай толар, қарамай толар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шәрбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шәрбаққа.
жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып анам сүйінген шарбақа. Ой, бәрекелді аға. Осындай өзіңіздей ағаларымыз аман есен болсын. Өскелең ұрпақ сізден өнеге алсын. Қайда жүрсеңіз аман болыңыз, отбасыңыз аман, әр күніңізде қуаныш, шаттыққа толсын. Осындай әр уақытта қазақтың қара домбырасын, қасиетті осы шаңырақта ұстап жүрген ағаларымыз аман болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман есен болсын. Бүгінгі ұрпаққа міне осындай ағаларымыз қашанда үлгі өнеге болсын. Аға, аман есен болыңыз.